Саламатсыңдар балалар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз интерфаза, оның кезеңдері. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Негізгі ұғымдар: жасушалық цикл, интерфаза, хромосома, ДНК-ның репликациясы. Енді мында өздеріңіз көріп тұрғандай митоз бөлінудің үдерісі көрініп тұр. Митоз бөлінуге дейін митоздың дайындық фазасы болады. Сол дайындық фазасына тоқталайық, а митоз бөліну туралы біз келесі сабақта өтетін боламыз. Жалпы интерфаза дегеніміз дайындық кезең болғандықтан, ол жаңа жасушаның өзіндік бөлінуге дейінгі кезеңдегі жасушалық цикл деп атауымызға болады. Ол интерфаза. Интерфаза үдерісі жүрілгеннен кейін барып, митоз бөліну жүріледі. Митоз бөлінудің фазалары басталады. Онда митоз дегеніміз не? Біз жақсы білеміз, сома жасушалардың бөліну үдерісі. Онда аналық жасушадан екіншілес жасуша түзіледі. Бұл жерде хромосомалар жиынтығы диплоид болады. Енді балалар, интерфаза дегеніміз жалпы жасушалардың бөлінуге әзірлік кезең, дайындық кезең деп атауға болады. Жасуша өсіп бөлінуге дайындалады. Жасушаның циклдің шамаменен 80% алып жатыр. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Мына бір бөлімі ғана митоз бөліну. Оның алдыңғы кезеңнің барлығы интерфаза кезең болып есептеледі. Осы кезеңде ең маңызды болып ДНК-ның матрициялық синтезі және хромосомалардың екеселену үдерісі жүріледі. Көректік заттың мен энергия атомның түзілу және түрінде олар жинақталады. Енді біз балалар осы интерфазаның өзінің 3 кезеңі бар. Міне өздеріңіз осы циклде көріп тұрғандай G1, S және G2. Осы кезеңдерге жеке-жеке тоқталайық. G1 кезең. Бұл жерде жас жасушалар өседі, органоидтар саны көбейеді, митохондрия, рибосомалар және ақуыздар менен РНК-ның синтездеуі осы кезеңде жүріледі. Келесі кезең, S кезең, синтетикалық кезең деп атаймыз. Бұл жерде ДНК-ның синтезі, оның репликациясы жүреді, хромосомалар екеселенеді. Барлық хромосомада ДНК-ның 2 молекуласының хроматидтерден тұрады. Ферменттер, АТФ, жиырлағыш нәруыздардың тағы басқа заттардың синтездеу үдерісі осы S кезеңде жүріледі. S кезең. Келесі кезең, G2 кезең. Жасушалар бөлінуге дайындық кезең. Бөліну ұршығы түзіледі. Түзілетін жиырлағыш нәруыздар жинақталады бұл жерде. Жасуша көлем ұлғайып, үдерісі өсу жалғасады. Енді осыған негізделіп, осы процестің соңы митоз бөлінудің фазалары жалғасады. Онда біз балалар осы интерфаза кезеңінің жасушаның бөлінуінің 80%-ға жоғын алады дедік қой. Міне қарап отырсақ, мына жерде митоз бөліну үдерісінің алдыңғы кезеңі интерфаза. Бұл 12-ден 24 сағаттың аралығында жүріледі. G1, S және G2 кезең. G1-де, S-де, G2-де не жүрілетін қысқаша тоқталдық. Және митоздың бөліну туралы біз осы фазаларды келесі сабақта қарастырамыз. Және де осы интерфазаның біз қысқаша түсінік алдық. 9 сыныпта біз 10 сыныпқа барған кезде бұны әлде жоғары күрделі түрде білім алатын боламыз. Сау болыңыздар.